өте керемет сочный мини пицца жасаймыз. Сүтіміздің үстіне суымызды құямыз, дрожжымызды саламыз, қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, сумайымызды құйып, үстінен ұнымызды ситадан өткізіп, жұмсақ, кішкене қолға жабысатын қамыр илейміз. 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Соусымызға кетчуп пен майонезді жақсылап араластырамыз. Қамырымыз кішкене көтерілгеннен кейін осылай дөңгелекше пиццаны жасап, бетіне соусын жағып, колбаса, қияр, помидор және де сырымызды жақсылап саламыз. 180 градусқа духовкаға жібереміз. Міне пиццамыз дайын, өте керемет, дәмді, нәзік, әрі сочный пицца болады. Осылай зеленмен әдемілесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап, менің арнама тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Жанар.